сәлеметсіздер ме? Өзімді таныстыруға рұқсат етіңіздер. Жамбыл облысы Талас ауданы Кеңес ауылдық округінің жастар тәжірибесі бойынша жұмыс істейтін Қодар Нұрмұхамед Мұратұлы. Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес Талас ауданы Кеңес ауылдық округі әкімінің аппараты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қатты тұрмыстық қалдықтар полигонына қоршаған ортаға шығарылатын эмиссия нормативтерінің жобасы, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы, қоршаған ортаны қорғау жөніндегі іс-шаралар жоспары, әсер етуге экологиялық рұқсат алуға арналған құжаттардың материалдары бойынша ашық жиналыс түрінде қоғамдық тыңдаулар өткізуде. Қоғамдық ақпарат Магнолия облыстық газетіне және Тараз 24 телеарнасына берілген хабарландырулар арқылы жеткізілді. Сондай-ақ хабарландыру тақталарында және Жамбыл облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасының интернет ресурстарына орналастырылды. Қоғамдық тыңдауларда жергілікті атқарушы органдардың өкілдері мен мүдделі жұртшылық қатысуда. Қоғамдық тыңдауларды ашық деп жариялаймын. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 22 тармағына сәйкес залда аудио және бейне жазба жүргізіледі. Қоғамдық тыңдаулар кезінде нақты тұжырымдалған қаралатын мәселенің мәнін ашпайтын немесе тыңдау тақырыбына қатысты жоқ ескертулер мен ұсыныстар есепке алынбайды. Тыңдау барысында және чатта бейәдеп сөздер айтуға, қорлау сипатындағы сөздерге жол берілмейді. Баяндама жобасын әзірлеуші Қазэкопромстрой ЖШС жобасының тапсырыс берушісі Талас ауданы әкімдігінің тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімі. Қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларының 21 тармағына сәйкес қоғамдық тыңдаулар әкімшілік аумақтық бірліктің аумағында өткізіледі және оларды тиісті әкімшілік аумақтық бірлік әкімі аппаратының немесе жергілікті атқарушы органның өкілі төрағалық етеді. Бірінші қоғамдық тыңдаулардың хатшы тыңдауға қатысушылардың арасынан ашық дауыс беріп арқылы қарапайым көпшілік дауыспен сайланады. Хатшы ретінде келесі кандидатура ұсынады: Қазэкопромстрой ЖШС басшысы Амзикулев Алмаз Момынханұлы. Дауыс береміз. Хатшы сайлау нәтижелері қолдағандар. Қарсы еместер ме? Қарсы еместер. Қалыс қалған адамдар. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы ретінде Амзикулев Алмаз Момынханұлының кандидатурасы бекітіледі. Екінші регламент баяндамалар бойынша сөз Тілеубаев Әділет Мырзаға қоғамдық тыңдаулар материалдары бойынша баяндама жасау үшін беріледі. Қайырлы күн, құрметті Кеңес ауылдық округінің Көшек Батыр ауылының тұрғындары. Біздің бүгінгі жиналысқа жиналғанымыз бізде қатты тұрмыстық қалдықтар полигонының экологиялық рұқсаты бітуіне байланысты. Біз 2026 жылдан 2035 жылға дейін экологиялық рұқсатты созып береміз. Соған байланысты қысқаша мәліметті тыңдап тұрмыз. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигоны Жамбыл облысы Талас ауданы Көшек Батыр ауылы Кеңес ауылдық округінің аумағында орналасқан полигонның жалпы ауданы 1 гектарды құрайды. Жобаға сәйкес қызмет көрсетілетін халық саны 663 адам. Қатты тұрмыстық қалдықтар полигонның батыс бағытында 1000 метр қашықтықта Көшек Батыр ауылы орналасқан. Полигон орналасуы санитарлық экологиялық талаптарға сәйкес келіп, тұрғын аймақтардан қауіпсіз арақашықтықта орналасқан. Полигонның қызметі аумақты шаруашылықты пайдаланудың негізгі бағыты қатты тұрмыстық қалдықтарды жинақтау, оқшаулау және залалсыздандыру болып табылады. Полигон қызметі атмосфералық ауаның, топырақтың, жер үсті және жер асты суларының ластануын болдырмауға, сондай-ақ кеміргіштердің, жәндіктердің және ауру тудыратын микроағзалардың таралуынан алдын алуға бағытталған. Полигонда барлығы 5 атмосфераны ластаушы көздер орналасқан, оның ішінде біреуі ұйымдастырылмаған,
төртеуі ұйымдастырылмаған, біреуі ұйымдастырылған көздері. Ластаушы заттардың шығарындылары 12 зиянды заттан тұрады. Нормативтік шартты шығарындылар жобасына сәйкес жалпы шығарындылар көлемі жылына 3,1 тоннаны құрайды. Оның ішінде қатты заттар 1,106 тоннаны, газ тәрізді және сұйық заттар 0,745 тоннаны құрайды. Қалдықтарды басқару бағдарламасы бойынша полигонға түсірілетін қалдықтардың түрлері ол қатты тұрмыстық қалдықтар және күл қалдықтары. Барлығы жылына 265,4 тоннаны құрайды. Қоршаған ортаны қорғау іс-шаралар жоспарлар бойынша қоршаған ортаға әсер ету мониторингін тұрақты жүргізу, көшеттер отырғызу және күтіп баптау жұмыстары қарастырылған. Жабдықтар мен көлік құралдарын жөндеу кезінде жанар-жағармайдың төгілуіне жол бермеуді қарастырылған. Экологиялық ағарту және насихаттау жұмыстары жүргізіледі. Табиғатты қорғау акциялары, жарыстарға және сенбіліктерге қатысу жұмыстары қарастырылған. Назарларыңызға рахмет. Полигон бойынша сұрақтарыңыз бар болса қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз бар ма? Қоғамдық таңдаулардың қорытындысы 2026 жылға арналған қоршаған орта эмиссияларға экологиялық рұқсат алу бойынша жобалық құжаттамаға қатысты ашық жиналыс түріндегі қоғамдық таңдаулар өтті деп есептеймін. Қоғамдық тыңдаулардың нәтижелері бойынша хаттама жасалып, ол қоршаған орта мен табиғи ресурстардың жай-күйі жөніндегі ұлттық деректер базасы платформасында орналастырылатын болады. Назар аударғандарыңызға рахмет. Хаттама